мына жаның ашса, сол кезде жаның ашуың керек еді. Мен қандай жақсы көріп тұрғанымды біліп тұрып, сен таныстыққа сөз салдың ғой, мысалы. Сол кезде жаның ашу керек. Рахмет, тағы да айтамын, рахмет. Ажырасқан болса, басқа болса, ол үйленуге дайын емес деген әңгіме емес. Иә, ол жерде қатты эмоцияның үстінде өтті, менікі де дұрыс болмады, жүр кетік шығып кетейік деген кезде, енді шығып кетсек бәрібір де мына таныстық тоқтайтын сияқты деген оймен ғана, не хочу, мен ондайды қаламаймын деген әңгімені ғана айтты деп ойлаймын, болды. Нұржан, екеуінің қарым-қатынастарында жылақ болатын сен ғой. Неге Ақерке жыламайды мысалы? Еркек сияқты болу керек отношенияда. Жоқ, мына жерде жыламайды деп отыр ғой. Енді Балауса ханым, саламатсыз ба, қайырлы күн. Енді мына жақта Ақеркені полный түсінуге болады. Енді Нұржан сол кездегі тарапта айтқаны, жүр кеттік қол ұстасамыз да шығып кетеміз деген сондай бір ұсыныс болды да. Бірақ та дәл осы жерде осындай тема болып, кәдімгідей ұрсып қырылысып атқаннан кейін, сыртта бұндай болмай ма? Сыртта екеуміз екіге кетіп қалмаймыз ба деген Ақеркен тарапынан сондай бір ой болған сияқты да. И сол себепті де осы жақтан кеткен жоқ. Атак енді Ақеркен өзімен де жаңа сөйлесіп қалған кезде, ну не, мен осы жақта тойымды жасап, кәдімгідей шығып кеткім келеді деп сондай бір ниеті бар да, ақ ниеті бар Балауса ханым. Сол себепті Ақеркен жасаған полный дұрыс деп ойлаймын. Еңлік. Я, негізінде менің ойымша, наоборот, ажырасқан адам ол енді бір рет күйген үрлеп ішеді дейді ғой, сондай болады деп ойлаймын. Сондықтан да Ақерке кішкене сақтанып жүрген сияқты, екінші рет сол жағдай қайталанбаса екен деген сияқты. Бірақ менің сұрағым негізінде, осылай сіздерде бірінші рет емес, я, ұрыс талай рет болды, талай рет осылай сыртта өздеріңіз татуласып аласыздар да, келіп күліп отырасыздар, дым болмағандай да. Енді сол мәселелеріңізді шешіп алыпсыздар. Бірақ осы нәрселер не үшін қайта-қайта қайталана береді, одно и то же да? Вот сіздер бір рет шешесіздер, бір рет ұрсасыздар, қайттан сол нәрсе одно и то же қайталана береді. Енді, например, сіздер отбасы болған кезде ол екінші рет ажырасуға апармай ма? Жоқ, енді опыты бар қатысушы ретінде саған сұрақ қойыншы, қандай кеңес бересің осыны тоқтатуға? Бұндай нәрселер қайталана бермегенде. Нұржан, ол сенің отношенияң ғой, менің не қатысым бар бұл жерге? Енді сізден сырттан ыңғайсыз көрініп отыр ғой, ол нәрсе сырттан ыңғайсыз көрініп отыр ғой. Көрермен ретінде деп айтайыншы, қандай кеңес бересіз бізге? Көрермен ретінде мен сіздерге кеңесім бір-біріңізді тыңдауларыңыз керек та. Өйткені Ақеркеде мінезі андай Алматының погодасы сияқты ғой, негізінде бірде былай деген сияқты. Соған ер азамат кішкене шыдап көне білу керек деп ойлаймын мен. Балауса ханым, Ақерке, тыңдадыңыз ғой осы әңгімені? Мен де осы әңгімені де айтамын, негізше көп нәрсе, кішкентай нәрселер шығара бермейікші, өйстіп көрерменнің ойы өйстіп қалыптасып қалады деген нәрсе мен айтамын да негізі. Мен сені айтып олайын, мен сені бір рамкаға тығу үшін емес, мен сені бір қысу үшін емес, осындай ой қалыптасып қалмасын деген оймен таза ниетпен ғана айтатын едім да. Қара, Еңліктің айтып жатқаны, сендер всегда ұрсасыңдар деп жатыр да. Не үшін ол нәрсе тоқталмай жатыр? Енді мен жаңа айтып кеттім ғой, жаңа шыққан кезде. Себебі біз көп жағдайда сөйлеспейміз. Мысалға, ашық нәрсе болады ғой, мысалы, менің ренішім, я, ол Нұржан үшін болмашы нәрсе болып көрінеді. Кәдімгідей ұсақ түйек нәрсе, сол үшін сүйкімсіз боламыз деген сияқты. Бірақ қыз баласы мүмкін түсінетін шығар, ол нәрсе менде мысалға бір рет тыңдай алмай қалды ма, ішімде қалып қойды ма, ол өсе береді, өрбей береді, ол наоборот жабылып қалмайды. Одан сайын бір кәдімгідей бір проблемаға айналады да. И және де мен Нұржанға да айттым, мүмкін бізге шынымен де осы ашық сөйлесе алу керек деген сияқты. Оның тарапынан осындай болды. Мен сөйлесе алмаймын олай. Мен олай кетіп қалам, немесе жындалам, эмоцияға берілем деген сияқты. Бірақ кеше сәл де болсын сен жақтан сондай бір компромисқа келу, сөйлесу, адамды тыңдау деген сияқты нәрсені мен көрдім. И мүмкін осыдан кейін болмайтын шығар деген менде үміт тұр, шынымен де бір үлкен үміт тұр. Бір-бірімізді біз мысалға екеуміз сыртта шеше алмайтындықтан, сөйлеспейтіндіктен екеуміз. Сондықтан да біз ол нәрсе мына жерге алып келеміз. Сосын мен шыдай алмаймын да, мен эмоциям шығады, сосын біз ұрысамыз. Бірақ қазірдің өзінде сен осындай ұсақ түйектерді шығармайық дегені мысалы маған ұнамайды. Балауса ханым, осы жерде кетсем болады ма? Күнде 1,5 сағат уақытында бір 11 мен 12:30 арасында бөліп тұратын болдым. Телефонмен сөйлесуге ғана ол әшейін. Негізінде көп мәселенің түйіні, шешімі сөйлесу. Жай ғана отыру, сөйлесу. Бірақ ең қиыны да сол болып тұрған секілді. Балауса ханым, осы жерде айта кетейінші, қайырлы күн баршаңызға. Негізі жаңа мен Абылайдың сөзінде қалып кеттім да. Абылай сен жақтан енді бір оскорблемент болды ма, не болды деймін да. Өтірік мақтап отырып жамандап кеттің. Енді бір жағынан Абылайда дұрыс қой, енді өйткені балықшыны алыстан таниды дейді ғой. Сол сияқты өзіндегі бар нәрсені біреуге внушать етіп жатыр деп ойлаймын да. Ал мына қарым-қатынасқа келетін болсақ, бұлардың арасында бір-бірін тыңдай алу деген нәрсе жоқ деген нәрсеге